Қайран менің қазағым, көрген мынау азабың. Қараусыз қалып ауылың, жанбай тұр көше жарығың. Тәуелсіздік алып келсең де, жолға шықсаң азапты, көріп жүрсің сенделе. Жоғарыдағы шенділер, көргісі келмей жүрмекен дегендей, сайлау келсе уәдесін таудай үйіп беретін облыс мәслихат депутаты, қалалық мәслихат депутаты, ауыл әкімі, Кенттау қаласының әкімі, неге халық үнін естігілеріңіз келмейді? Азаптан шаршаған халық біздің редакцияға осылай үн қатып, көмек сұрап келді. Сол репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Енді мынау Кенттау қаласы Жібек жолы ауыл округіне қарасты Ескі Сауыран ауыл мекені деп аталады осы ауыл. Бұл ауыл бұрын 30-шы разъезд болған, мына темір жолдың уақытында сол 30-шы разъезд елді мекені деп қазір барлық жерде біздің адресіміз сол. 1980 жылы Совет министрліктің қаулысыменен осы жер Майдамтал совхозының Ескі Сауыран бөлімшесі болып ұйымдасқан. Ескі Сауыран бөлімшесі болып ұйымдасқан. Ол кешегі Совет мемлекеті тарағанша осы жерде сол Ескі Сауыран елді мекені болып тұрдық. Біздің негізгі мәселелеріміздің өзі мына ауылдың жағдайы. Біз мынау Жібек жолы ауыл округі Майдамтал совхозындағы Сауран ауыл әкімшілігінен бөлінгенбіз. Қай жылы бөліндік? 90. Енді бөлінгеніміздің өзіне бір 20 жылдай болды. Сол жылдардың ішінде біздің көп деген мынау ауыл әкіміне, аудандағы басшыларға өкпеміз қара қазандай. Айтпаған жеріміз жоқ, бармаған жеріміз жоқ. Бірақ біздің ауылға назарын салып жатқан ешкім жоқ. Мынау сіз білерсіз, білмессіздер, біздің ауыл округінің конторы мына Сауран деген елді мекенде. Бұл Ескі Сауран. Сол жерде олардың барлығының ауылы асфальтталған көше қалмадау. Туалеттеріне дейін асфальт салып тастады. Ауылы жарықтанған. Біз соны көріп, жанымызда отқан қоңсымыз анандай болып жатқаннан кейін бізге осы атымызға қатты минус, бізге қорлық көп тұр енді, былайша айтқанда біздің осы. Бізде де елміз, бізде жұртпыз осында отырған. Біз сол үшін жоғары жаққа шағымданып жатырмыз. Шағымымыздың бірінші мынау жол салуда проекті болғанда, үлкен жол салынуда, мынау трасса салынуда. Батыс Қытай, Батыс Европа. Батыс Қытай, Батыс Европа жолы салынғанда біздердікін планға ендірмей қойыпты. Сөйтіп мына жерде бұрылатын остановкада жоқ, бұрылатын бұрылыста жоқ. Разворот жоқ. Сонымен қазір біз Түркістанға бару үшін жерден кіреміз, ол да нарушение екен. Көрсетіліп тұрған нәрсе жоқ. Мынау Жаңақорғанға, мына Қызылордаға баратын болсақ, осыдан 12 километр жерден барып бұрылып, мына арғы жолға түсеміз. Оған жұрттың бәрінің жағдайы келе бермейді. Бір литрге май таппай жатқан осындай тапшы заманда, енді ол бізді қинап жатыр. Мына жерден мемлекеттік инспекторлар, гайлар ұстап, осыны көбісі праводан айырылып қалды қазір. Заңсыз жүреміз, барып, осындай жағдайлар бар, шырақтарым. Осы демек біріз айтып тұрайыз беке. Енді елдің атауы 30-шы разъезд болып келді ғой. Сол елдің атауын Ескі Сауран деп өзгерту үшін осы ауылдың Жібек жолы ауыл округінің шешімін шығарттық. Ауылдың ақсақалды қариялары жастарына дейін Жібек жолы Ескі Сауран деген атты қалап алдық. Өзіміздің жеріміз Сауран тиіп тұр, Сауран қаласы. Сондықтан Ескі Сауран болдық. Енді оны Түркістан қаласының мәслихаты бекітті. Ол кезде оңтүстік Қазақстан облысы болып тұрған кезіміз. Оны Шымкенттің қаласындағы ономастикалық комиссия бекітті. Ономастикалық комиссияда өзіміздің ауылдың азаматтары Әбубакиров Санғали деген ағамыз, өте үлкен тарихшы, ол кісі дәлелдеп, талдап, түсіндіріп, Ескі Сауран деген атты ономастикалық группада жеңіп шықты. Енді елдің аты ономастикалық группаның комиссияның шешімі бойынша Ескі Сауран болып аталатын болды. Оны қолдаған оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың шешімі де бар. Ол мына ауылдың әкімінің қолында жүр. Енді Астанаға жібердік.
Астанаға жіберген күні біздің елдің, біздің ауылдың, біздің жеріміздің сорына бірден Түркістан облыс болып кетті. Оңтүстік Қазақстан деген ат жойылды. Кентау ауданына қарап кеттік. Енді ол қағазымыз қайтып келді. Қайтып келгеннен кейін ішіндегі Оңтүстік Қазақстан облысы деген Түркістан облысы деп, ішіндегі Түркістан қаласы дегенде Кентау қаласы деп өзгертсеңдер болды деді. Кентау қалалық мәслихат осыны істеп жібермей отыр. Ешқандай көңіліміз бөлмейді. Кентаудың әкім Мақұлбаевтың кезінде айттық. Кешегі Ғани Құрмашұлы Рысбековтің кезінде айттық. Енді мына Мақажановтың кезінде де айтылды. Бұлардың құлағына жетпей тұр. Мен білем, елімізде біздің Түркістан облысын қазір басқаруға келген Естайұлы Шөкеев мырзаны танимыз. Елге белгілі азамат, халыққа жағымды азамат. Біз ол кісіге сенеміз. Егер де сіздердің ютубтарыңызды көрсе, бізге қарайды деп ойлаймын мен. Ауыл әкімдеріңіздің аты жөні кім? Біздің ауылдың әкімі Әсілбек Мейрамбек. Бұл кісі хабардар ғой бұл істен. Бұл кісі бәрін біледі бұның. Мына ол кісі Естайұлы Шөкеевтің бір жақсылығын бүкіл осы оңтүстік Қазақстан, мына Жамбыл облысы, Қызылорда облысы түгел көріп отыр десек болады, Талдықорған Алматыға дейін. Себебі мына бейнеу газдың осы жақпенен осы оңтүстік өңірмен жүруіне басты себепкер болған осы Естайұлы Шөкеев мырза. Енді бізге де газ келер, үйіміздің қасынан өтіп жатыр ғой газ. Осы елге жақындау жерден елге болсын деген соғыстығын. Егер де сіздердің ютубтарыңызда, газеттеріңізді көріп, бұны сезінсе, Шөкеев мырза бізге көңіл бөлер деп ойлаймын.